Үй жағдайында қарапайым ғана заттардан осындай әдемі тәтті жасап дастарханға ұсыныңыздар. Дәмі ерекше әдемі болып шығады. Бірге жасап көрейік. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен бізге осындай 2 жұмыртқа және де сүт, сұйық май, қант және де керекті құрал жабдықтар. Осындай шоколад керек болады. Он керек болады. Описание бөліміне қанша мөлшерде керек екенін жазып қоятын боламын. Міндетті түрде видеоның астынан рецебін қарап жасап көріңіздер. Ең алдымен 2 жұмыртқамызға осылай сүтімізді, қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Қантымыз ерігенше жақсылап араластыратын боламыз. Бар жоғы жартақ сағат уақыттарыңыз кетеді, жасап жеңіздер, өте керемет. Ал енді осындай сұйық майымызды құйып, керекті мөлшерде сүтке біріккенше оны да жақсылап араластырып алатын боламыз. Менің каналымда тағы да басқа неше түрлі дәмді тәттілердің түрлері бар. Плейлист бөлімі бар, сол жерден көрсеңіздер болады. Ал енді қайнап тұрған суымызды құйып, осылай венчиктің көмегімен бір қолымызбен жақсылап араластырып аламыз. Және де енді орташа қоюлық болғанша ұнымызды електен өткізіп, шетінен осылай салып отыратын боламыз. Електен өткізіп алыңыздар ұндарыңызды алдын ала. Сол кезде бір тегіс болып, ұндарыңыз түйін болмай, әдемі болып, біркелкі болып дайын болады сұйықтығымыз. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Видео рецепті ұнаса, лайк басып қойыңыздар, достар. Ал енді қызып тұрған табамызға майымызды жағып, осылай ас құятын ожаумен, осылай бір ожаудан құйып, құймақтарымызды пісіріп алатын боламыз. Дәл рецепті бойынша жасасаңыздар, бір жасағаннан дұрыс жыртылмай әдемі болып піседі құймақтарыңыз. Асты үстін осылай пісіріп аламыз. Ал енді қызып тұрған табамызға осылай блинчигіміз пісті. Қызып тұрған табамыз, енді ортасына шоколадымызды салып, осылай видеодағындай бүктейтін болатын, орайтын боламыз конверт тәріздес. Екі бетін кішкене қыздырып аламыз, болды, ортасындағы шоколады ериді. Және де шоколадтың орнына варенка қоссаңыздар, салсаңыздар да болады ортасына қыздар. Осылай құймағымыздың екі бетін қызартып пісіріп аламыз, және де осылай конверт қып ораймыз. Екі бетін қызартып аламыз, сонымен ортасындағы шоколады ериді. Бұған таза шоколад қолданасыздар, Қазақстан шоколады, Альпен Гольд тәріздес сондай шоколадтар қолданасыздар. Ал енді шайға тәттіміз дайын болды. Баршаңызға ас болсын. Видео рецепті ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийға өз пікірлеріңізді жазып қойыңыздар. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен бірге болған Әсем.